Ең алдымен біз 20 тал ilмектер тізбегін жасаймыз. Ол үшін жібіміздің қысқа бөлігін ilmek бізіміздің астына, ұзын бөлігін үстіне қойып бастаймыз. Қысқа бөлігін үстіңгі жағына қойып, біздің жұмыс жібімізбен ilmek іліп аламыз. Біріншісі, дәл осындай 20 тал, екіншісі ilмектер тізбегін тоқимыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Енді бұл біздің табаны, сөмкеміздің табаны. Қазір бізге тағы да 21-ші жіпті іліп алу керек. Бір, тағы да. Сонда бізде қазір 21 ilмектер тізбегі болды. Енді біз осы тоқымамыздың, өріміміздің артқы жағына айналдырамыз. Артқы жағын қарасақ, бізде бірыңғай ұзын жіптер тұрады. Мынандай ұзын жіптері тұрады. Көрсетем. 1, 2, 3 деген сияқты мынандай ұзын жіптер тұрады. Біз дәл сол ұзын жіптеріне тоқып шығамыз. Мына біріншімізді қалдырып кетеміз. Келесі жібімізге астыңғы жағынан аламыз. Менікі шнурдан тоқылғаннан кейін сәл қаттылау, оның үстіне қатты тоқымасам, онда менің табаным өте жұмсақ болып төмен түсіп тұратын болады. Сол себепті мен қаттырақ тоқып жатырмын. Бірінші жібімізге өткізіп алдық. Бірінші бағанымыз дайын. Енді келесі жіптерімізден өткіземіз. Дәл солай, аяғына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Әрбіріне ұзын жіптерімізге тоқып шығамыз. Мен қатарының соңғы жағына келдім. Қазір менде біреуін тоқимын. Содан кейін тағы да ең шеткі жағында тағы бір жіпті ұмытып кетпеуіміз керек. Қазір міне. Енді соңғы жібімізге өткіземіз. Табанымыздың бір жағының бірінші бағанын тоқып болдық. Енді бізге келесі жартысын тоқу керек. Келесі жартысына өту үшін біз табанымыз біздің тіктөртбұрыш болады. Тіктөртбұрыш жасау үшін келесі жартысына өту үшін бізге мына жерде айналмалы тоқыма болу керек. Енді ол үшін не істейміз? Біз соңғы бағанымызға тағы да екі ilmek тоқып, екі баған тоқимыз. Екі баған тоқыдық. Енді мына қысқа жібімізді мына ортаңында тесіп қалқамыз үшін қатты мықтылап тартамыз. Жұлып, үзіп алып жүрмеңіздер. Енді келесі жартысына бастап өттік. Келесі бағандарды тоқу үшін мына жерде бізде қарама-қарсы бағандарға өтеміз. Ол үшін мына жерде тұрған дәл қырынан қарасаңыздар, бізде өрімдер тұр. Сол өрімнің екі қабырғасынан да өткізіп, ilmek бізімізді өткізіп тоқуымыз керек. Дәл осылай өту керек, және де жұмыс жібін үлейміз. Ал біз бірінші қазір мына кішкентай жібімізді жасырып тоқып өтеміз.
дәл осылай әрбір қарама-қарсы бағанымызға тоқып шығамыз. Қазір соңғы жағында кездесетін боламыз. Мінекей, мен соңғы бағаныма жеттім. Мен көкпеспен тоқып жатырмын. Соңғы бағаныма жеттім. Енді мына жерде біреу. Қазір біреуін алып тоқимын. Одан кейін бізде мына жерде бір баған басында тоқылып өтілді. Енді ол жерге біз екі баған тоқуымыз керек. Дәл мына бұрышымыздағындай айналмалы бағандар тоқылу керек. Біреу, екеу. Мінекей, біздің сөмкеміздің табанының бастапқы бөлігі бітті. Кішкентай бірінші қатарлары бітті. Енді біз біріктіреміз. Біріктірмес бұрын, қазір бірінші былай біріктіреміз. Бірінші қатарымызды аяқтаймыз. Мына жерден бастаған жеріміздің астыңғы жағынан ілмек бізімізді кіргізіп алып, жұмысшымызды тартамыз. Қатты ұзын болып кетсе. Мына жерде бізде қазір 3 болды. Міне 1, 2, 3. Осы жерден 3 жіптен де жұмыс жібімізді іліп тартып аламыз. Мінекей, біздің екінші қатарға өттік. Енді біз тік төртбұрыш болу үшін бұрыштарын белгілеп қоймыз керек. Мінекей, бізде қазір мына жақтан белгілесек болады. Бірінші дәл ортасын алмаймыз. Дәл ортасының екі шетіндегі бағандарға маркерімізді белгілеп қоямыз. Бұл жерге біз тағы да қосымша бағандар тоқитын боламыз. Мына жерде де біз белгілейміз. Және де мінекей, тағы да міне бастаған бағанымыз, екінші қатарды бастаған бағанымызға міне біреуін тоқып қойдық. Енді дәл осылай тағы да екеу тоқимыз дәл осы жерге. Кішкене қатты болғаннан кейін қиындау болуы мүмкін. Міне екіншісі кетті, енді үшіншісі. Міне біз енді мына бағанымызды белгілеп қоямыз маркермен. Дәл осы жерге келесі қатарымыздың қосынды бағандары қосылып тоқылады. Ал келесі маркерге дейін біз әрбір бағанға, мына жердегі әрбір бағанға бір-бірден тоқып шығамыз. Жерде бізде тағы біреу бар. Мұны тоқып өтеміз. Маркерімізге жетіп қалдық. Мінекей, мен маркеріме жеттім. Енді маркерімізді ала тұрып, сол жерге 3 баған тоқимыз. 1, 2, қайтадан тоқимын. Біріншісін тоқыдық. 2, 3. Енді ортаңғы қосындымызды белгілеуді ұмытпаймыз.
келесі жалғыз тұрған бағанымызға 1 оқимыз. Маркерді аламыз, 3 оқимыз. Келесі маркерімізге дейін тағы да бір-бірден тоқып шығамыз. Келесі маркерге дейін бір-бірден тоқып шығамыз. Мінекей мен келесі маркеріме де жеттім. Маркерімізді алып, сол жерге 3 баған тоқимыз. Енді бізде соңғы жағына дейін жеттік. Бізде қазір дәл ортасында бір баған бар, тоқылмай қалған. Оны тоқимыз. Енді келесі 3-ші қатарымызға өтеміз. Дәл алдыңғы біріктірген сияқты біріктіреміз. Мінекей бастаған 2-ші қатарымыздың астыңғы жағынан алып, жұмыс жібімізді ілеміз. Қатты ұзын болып кетсе, мына жұмыс жіпті тартамыз. Енді мінекей мына жерден шығарамыз. Үшеуісінен өткіземіз. Шығардық. Біздің 3-ші қатарға өтуіміз дайын болды. Біз мына жерде маркерді белгілеуді ұмытып кеттім. Қазір мінекей 1, 2, 3 қосқан жіптерімізде мінекей көрініп тұрмыз. 1, 2, 3. Енді дәл ортасын белгілеймін. Маркерді белгілеуді ұмытпаймыз. Әйтпесе біздің көлеміміз дұрыс шықпай қалады. Мінекей біз 3-ші қатарға өттік. Енді 3-ші қатарға өттік. Біз мына жерге 1 тоқимыз. Енді маркерімізді алып 3 тоқимыз. Маркерімізді белгілейміз. Келесі маркерге дейін бір-бірден тоқып шығамыз. Дәл алдыңғы қатардағындай. Келесі маркерге дейін тоқып шығамыз. Келесі маркерімізге келдік. Бұл бізде 1, 2, 3-ші қатар. Дәл ортасын белгілеп отырамыз. Маркеріміздің орнына 3 тоқимыз. Тағы да бір-бірден тоқып шығамыз. Маркерімізге дейін. 3-ші қатарымыздың соңғы бұрышына келдік. Оған да маркерді алып 3 баған тоқимыз. Енді бізде қазір мына жерде бағандарды қыдырмай тоқып өтеміз. Келесі қатарымызды жалғастырамыз.
қосқан орнымызға дәл ортасы белгілейміз. Бұл бізде 4-ші қатар. Дәл алдыңғыдағындай барлық маркерге дейінгі жерлерімізге бір-бірден, маркердің орындарына 3-3-тен, бір-бірден, 3-тен, бір-бірден тоқып, қатарымызды аяқтаймыз. Дәл жаңағы видеода көрсетілгендей қатарымызды аяқтаймыз. Мінекей мен өзіме табанымды тоқып болдым. Барлығы 4 қатар тоқыдым. Және де алдыңғы көрсеткендей қатарымның соңғы жағын аяқтадым. Және де менің тоқыған табаным қазір мінекей 7,5 және де 21. 21-де 7,5. Сіздер өздеріңіз қаласаңыздар, тағы да 5-ші қатарда тоқысаңыздар болады. Яғни осы қатар жеткілікті. Енді мен осы табанды, ылғалды бұмен бірінші басылауым керек. Мінекей мен табан толықтай дайын. Мен үстін үтікпен бастырдым. Орамал жайып, бумен, дымқыл орамалмен бумен бастырдым кішкене. Қаттылау көлемін ұстады. Енді біз қабырғасын тоқимыз. Қабырғасын тоқу оңай. Біз қазір мына табан тоққан кезінде әрбір бұрышына 3-3-тен қосқан болсақ, әрбір бұрышына қосқан болсақ, енді біз бұрыштарына қоспай, бірыңғай бірдей қылып, әрбір бағандарына бір-бірден тоқып шығамыз. Дәл солай өзімізге керекті ұзындықта сөмкемізді тоқитын боламыз. Қазір мінекей біз бұрыштардан өтеміз, және де ешқандай қоспай тоқып өтеміз. Ешқандай бұрышына қосып жатқан жоқпын. Байқасаңыздар, міне сыртына қарай қайрылып келе жатыр. Біз оны ішке қарай қайратын боламыз. Мінекей, дәл осылай айналдыра бір-бір бағанынан тоқып шығамыз, және де соңғы жағына келген кезінде жолығамыз. Мінекей мен қабырғамыздың бірінші қатарының соңғы жағына келдім, біріктіру жағына. Менің өзімнің маған ыңғайлы тоқыманың түрі ол мына қабырғаларды біріктіріп отыру емес, бірден жалғап кету. Мысал үшін мен көбінше өзімнің тоқыған сөмкелерінде жалғап кетемін. Өйткені біріктіретін болсам, ол қабырғаның бір жақ бөлігінде ұзыннан ұзақ болып жалғаған жерім көрініп қалады. Сол себепті мен оны жалғамауға тырысамын. Мен оны бірыңғай қылып тоқып жіберемін. Яғни қазір мен қабырғамның соңғы бағанын тоқимын. Енді бізге бірінші қабырғасы бітті ғой. Енді бізге екінші қатарына өту керек. Ол үшін мен бірінші қатарымыздың жоғарғы өрімдерінен ары қаратай тоқи беремін. Сіздер басқа әдісті де қолдансаңыздар болады, бірақ бұл мен үшін өте ыңғайлы әдіс. Және де басында кішкене көрініп тұрған сияқты болғанымен кейінгі дайын сөмкелерде аса білінбей кетеді. Яғни дәл осылай мінекей мен екінші қатарын бастадым. Мына бізде табанымыздың сыртқы бөлігі, мына жақта ішкі бөлігі болады. Қазір өзімізге керекті қатарды тоқыған кезде көрінетін болады. Енді біз дәл осылай айналдыра тоқи береміз, жалғастырып тоқи береміз. Және де соңғы жақтарына келгенде жаңағындай біріктіріп отырмай, бірыңғай сөмкені айналдыра тоқи бересіздер. Мінекей мен барлығы өзіме қажетті 17 қатар тоқыдым. Яғни қалай санаймыз? Мына жерде біз табанымыз, мына жерде қоспалары бар ғой. Одан кейін біз қоспай тоқыған болатынбыз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 қатар тоқыдым. Енді біз қазір соңғы жібімізді аяқтаймыз. Қазір біз бұны кесеміз. Енді жасырып қойымыз керек. Өзіміздің мына жерде біз бастаған жеріміз белгілі. Бастаған жерімізден аяқтаймыз. Мына жібіміз тартып.
Мінекей, мына өрімнің астынан аламыз. Жібімізді тартамыз. Бағанның ішкі жағынан жіпті мына жағынан қазір тартып аламыз. Мінекей. Кішкене тартыңқырап жүрсек, білінбей кетеді. Енді мына жібімізді осылай қалдырсақ та болады. Қазір біраздан кейін үстіңгі бөлігін тоқыған кезінде біріктіріп тоқып жібереміз. Енді біздің мына жерде қазір өрімімізді санаймыз. Барлығы менде 66 өрім болып тұр. Енді 66 өрімді 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлетін болсақ 33. 33-ті біз 2-ге бөле алмаймыз. Енді 33-ті біз 32 деп аламыз. 32 деп алғанда 32-ні 2-ге бөлетін болсан 16. Біз мына жақтан 16, мына жағынан 16 санап бөлуіміз керек. Енді мына жерден қазір біз 16-ны 2-ге бөлетін болсақ 8. Қазір біз мына жерден 8-ті санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Неге маркерімізбен белгілеп қоямыз. Енді келесі жағынан да 8 санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді мына жақтан да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі жағынан дәл солай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Біз мына жеріне санаймыз. 9-шысына. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді біз белгіледік. 4 жағын белгіледік. Енді бізге маркер белгілеген жерден бастап келесі маркерге дейін бір бағаннан тоқып шығамыз. Жібімізді мінекей. Қысқа жібімізді арасына жіберіп тоқып жүрсек болады. Жасырып отырмайтындай кейін. Оны мінекей. Маркерімізге жеттік. Енді біз мына жібімізді кесіп тастаймыз. Шығарып қоямыз. Дәл солай тағы да мына қисық жібінен емес, келесі жібінен бастап тоқимыз. Қисық тұрған жіптен емес, түзу тұрған жіптен тоқимыз. Тағы да қысқа жібін жасырып тоқып жүреміз. Енді мына жерде біз соңғы 3 баған қалды. Біз ең соңғы бағаның тоқымаймыз. Ең соңғы бағаны жеткізбейміз. Екені тартып қойық жібімізді. Мына жіппен, мына бағамен тоқып аяқтаймыз. Тағы да жібімізді үземіз.
келесі қатарымызды тоқимыз. Тағы да қисық бағанын қалдырып кетеміз да. Мына түзу бағанын тоқимыз. Кіші жібімізді жасырамыз. Тартыңқырап жүрейік. Тағы да бір бағанға жеткізбей, бір бағанды қалдырып тоқимыз. Соңғы бағанда тоқымай өтеміз. Тағы да жібімізді қиямыз. Жібімізді тартуды ұмытпаймыз, әйтпесе суытып кетеді. Мынандай көлем шығып келе жатыр. Енді мен тағы да бір қатар тоқығым келіп тұр бұл жерге. Дәл солай алдыңғыдағымыздай түзу өрімнен тоқимыз. Тағы да жеткізбейміз. Енді біз келесі екінші жағын сөмкеміздің дәл осылай тоқимыз, маркерден маркерге дейін. Дәл бірінші тоқығанымыздай тоқып шығамыз. Міне мен барлық екінші жағында да дәл осылай тоқып шықтым, ортасынан маркерден маркерге дейін. Маркерлерімді алып тастадым. Енді қазір мен бағанағы 17-ші қатарды аяқтаған кезіндегі, мен жібін жасырмаған болатын. Осы жерден қайтадан жібімді алып тоқитын боламын. Қысқа жіптерді жасырып тастаймын. Бірге тоқып өтемін. Мінекей біз қисық жағына келдік. Қисық тұрған бағандарға келдік. Дәл сол бағандарды ортасынан және артқы жіптен мінекей алып осылай тоқимыз. Ортасынан артқы жіптен, ортасынан артқы жіптен. Енді біз мына жерге ұстағышын тоқуымыз керек. Ол үшін біз 18 бос іліп аламыз және қаттырақ ілеміз. 18 бос ілмектерді қаттырақ іліп тоқимыз. Біреу ілдік, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 12, 13,
15, 16, 17, 18. Кейін тексеріп көрейік. 18 тоқыдық. Енді келесі қатарды тоқимыз. Мынандай міне саты сияқтыны тоқып өтуіміз керек. Бұл жерде біз жіптерді жасырып өтеміз. Енді мына қатардың мінекей дәл алдыңғы тоқығанымыздай бір жақ бағанын және артқы бөлігін тоқып алуымыз керек. Және мына қысқа жіптерін жасырып тартып отырамыз. Мінекей біріншісі тоқылды. Енді екінші қатардың да дәл солай. Бір жақ бағаны артқы жағынан аламыз. Үшіншісіне де дәл солай. Және төртіншісі. Енді мына келесі мынандай болды бізде. Енді жалғастырып тоқып кетеміз. Жіптерімізді жасыра отырып, қысқа жіптерімізді жасыра отырып тоқып кетеміз ары қарай. Екінші жағында да дәл солай тоқимыз. Екінші бөлігіне өтіп барамыз. Екінші бөлігіне өттік. Он 18 тал бос ilmегімізді қаттырақ тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Енді жаңағындай алдыңғы бөлігіміз тоқығандай келесі жағына тоқимыз. Жіптерді жасыра отырып. Келесі жағын бір-бірден әрбір бағанға қатарымыздың аяғына дейін тоқимыз.
Мінекей мен соңғы жағына жетіп қалдым. Қатты ұзын болған жіпті кесіп тастай салсаңыз болады. Келесі бағанға өтеміз. Астыңғы жағына тартамыз. Мына біз ұстағышымызға келдік. Ұстағышымыздың ортасынан тоқитын боламыз. Қатты тартпасаңыздар да болады. Әрбір өрімнің ортасына тоқимыз. Ұстағышымызды да аяқтап қалдық. Келесі бағандарға тоқимыз. Әрбір бағанға бір-бірден келесі ұстағышқа дейін. Неге келесі ұстағышымыздың бас жағына келдім. Енді дәл алдыңғыдай тоқимыз. Мына жерден бастап әрбір өрімнің ортасынан тоқимыз.
Соңғы жағына келдік. Ұстағышымызды аяқтадық тоқып. Енді жалғастырып тоқимыз. Әрбір бағанға бір-бірден. Бағанымыздың соңына келдік. Келесі тағы бір тоқып шығамыз. Тағы бір қатар тоқып шығамыз. Енді біз ұстағышымызды дәл осылай тоқып өте береміз. Ортасынан емес, жай бағандарды тоқып өте береміз. Осылайша келесісінде тоқып, соңына келіп біріктіреміз. Мінекей мен мына жағын бір жақ бөлігін тоқып қойдым. Қазір көрсем. Мен бір жақ бөлігін тоқып өттім. Қазір сіздерге екінші жағын тоқып көрсетемін. Мінекей барлық бағанға бір-бір реттен тоқып өтеміз. Соң жағына жетіп қалдым екен. Мен тағы бір қатар тоқып шығамын. Дәл осылай. Мен жібім жіңішке болғаннан кейін ұстағышында өте жіңішке болып тұрған сияқты өзіме тағы бір қатар тоқып шығамын. Мен өзіме керекті ұзындықта тоқып болдым. Міне, мен мына жерде 3 қатар қылдым ұстағышын. Қазір мен аяқтайтын жерге келдім. Міне қатарымның соңғы бағаны қалған еді. Мен аяқтаймын қазір. Аяқтамас бұрын мен мына жерлерге ілмектер тізбегін жасайын деп тұрмын. Әрбір бағанға беткі жағына ілмектер тізбегін жасаған кезімізде бұл кішкене қатайып, өзінің көлемін әдемі ұстап тұратын болады.
Оны қалай жасаймыз? Қазір біз аяқтайтын жібімізді алып, үстіңгі жағынан аламыз да, астынан үстіне шығарамыз. Шығардық. Енді дәл осы жібімізді қайтадан мына жібімізге қойып тоқимыз. Дәл осылай кете береміз енді. Әдемі өрімдер болып шығып жатыр. Дәл осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей мен ілмектер тізбегін тоқып шықтым. Енді мен соңғы жағына келдім. Соңғы жағының қалай тоқитынын және қалай біріктіру керек, соны көрсетемін. Қазір міне бір бағаны қалды. Енді мына жіпті біз кесіп тастаймыз. Кесеміз. Жібімізді тарта аламыз. Келесі жіпке астынан өткізіп аламыз. Астынан өткіземіз де. Bir жағына қарай шығарып, мына тұрған жібіміздің ең астыңғы жағынан мына жібіміз шықты ғой, дәл сол жерге тартуымыз керек. Кішірек бізді қолдансаңыздар болады. Білдіртпей әдемі етіп шығаруымыз керек. Өрім жалғасып кеткен сияқты шығады. Енді мына жібімізді мына жақтарға жасырып тастаймыз. Осылай жасырамыз. Мен қазір мынаның бәрін жасап болдым. Енді ұстағыштарында жиектерін әдемілеп, ілмектер тізбегін тоқып шығуды жөн көрдім. Бір жағын тоқып қойдым. Қазір екінші жағын тоқитын боламыз бірге. Бір жағын тоқып қойдым. Келесі жағын тоқимыз. Жіпті астыңғы бөлігінен аламыз. Мен ортасынан алдым. Дәл жаңағындай, жоғарғы тұсын тоқығанымыздай астыңғы жағын тоқимыз. Жібіміздің астыңғы бөлігін жасырып өтеміз. Қазір бұрышына келдік. Ендігі мына жерде бізде өрім емес, тек бір жолақты ғана жіптер тұр. Осы жіптерден өткізіп тоқимыз.
Мінекей біз қазір айналымына келдік. Мына жердің ыңғайсыз болып жатса, айналып кетіп жатса шығарамыз бізімізді. Қайтадан түзулеп алып кіргіземіз. Енді астыңғы жолаққа түстік. Біз аяғына дейін жеттік. Қазір жібімізді кесіп тартып аламыз берік жағынан. Енді оны білдіртпей жасыруымыз керек. Қазір мына жерден астынан шығарып алуымыз керек. Шықты. Қолмен түзелеп жібереміз. Енді мына жібімізді ішіне қарай жасырамыз. Енді мынандай шығып қалған жіптерімізде мынандай жиектеріне жасырып қоямыз. Және артықтарын, мынандай шығып қалған бағана жасырған жіптеріміздің артықтарын кесіп тастасақ болады. Мінекей біз сумкамызды толығымен тоқып бітірдік. Табаны, қабырғасы, ұстағышы. Енді бізге тек темірлерін орнатып, фурнитураны орнатып, сумкамызды ұстау ғана қалды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.